Баршаңызға сәлем, құрметтілерім. Сіздермен Динара. Бүгін мен сіздерге лаваштың рецептін ұсынғым келеді. Бұл рецепт бойынша лаваш наны өте жұмсақ болып шығады. Ингредиенттер өте қарапайым. Ол қопсытқыш, тұз, сәл ыстықтау су, ұн және күнбағыс майы. Ең бастысы суға тұзды ертіп аламыз. Терең ыдысқа ұн салып, бетіне қопсытқышты қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетіне күнбағыс майын қосып және дайын тұздалған суымызды қосып қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамырдың иі қанғанша шамамен 30 немесе 40 минутқа қойып қоямын. Қамыр дайын, тең бөліктерге бөліп, жұқа қып жайып аламын. Алдын ала қыздырылған табаға жайылған нандарды салып, дайын болғанша пісіремін. Дайын лаваш наны жұмсақ болу үшін бетін сумен шашып, полиэтиленмен және шүберек майлықпен жауып қойып қоямын. Үй жағдайында жасалған лаваш нандары дайын, көбінесе отбасыма дөнер дайындағанда қолданамын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.